Қайырлы таң достар, қалайсыздар? Біз бүгін құрбылармен маевка жасайтын боламыз, тауға шығайын деп жатырмыз. Соған дайындалып жатырмын. Бүгін біздің таңғы ас осындай. Жұмыртқа қайнаттым, қияр помидор турадым және жеміс жидектер. Бізге ас болсын. Біз шықтық, қыздарды алдық. Жолай біздің жаққа келді. Алматының Роксмен Адай күйін тыңдап бара жатырмыз. Менің күйеуім жарты жолға дейін әкеп тастады. Нұрика құрбымыз күтіп тұр. Біз сол пробка болғандықтан әрі қарай жаяу бара жатырмыз. Міне қыздар артта алды. Мә, достар, мына қарасаңдаршы, не деген әдемілік мынау. Мә, көру үшін көз керек. Қараңдар, не деген әдемілік мынау. Вау. Аман есен қыздармен келдік тауға. Мінекей, Нұриканың машинасымен келдік. Қазір осы жерде киіз үйлердің біріне кіретін боламыз. Міне біздің қыздар. Өзімді де түсіріп қояйын. Үйден кепка алып шықтым, басыма күн өтіп кетпесін деп. Вау, қандай күшті, таза ауа, әдемі табиғат, Аллаға шүкір осындай әдемілікті берген. Бізге күшті демалыс бұйырсын. Мінекей біз төменнен жоғары қарай көтерілдік, заттарды осылай жайғастырдық. Нұрика! Нұрика екі баласымен келді. Қыздар! Қыздар, 6 бақан теуіп жатыр. Меру! Меруерт, Олжан, Диана, біздің қыздар. Өте әдемі. Әдемі аспанда қарасаңыздаршы, мә, не деген керемет болып тұр. Мына қарасаңыздаршы, біздің киіз үйіміз осы. Жаңа есігін ашып берді. Қараңыздар. Вот, ішін көрсетейін. Міне, самаурын бар екен, шкаф бар екен. Осындай жер столы бар екен. Вот. Осындай шағын, кішігірім киіз үй. Диана мен Ұлжан бізде картошка аршып, тамаққа дайындалып жатыр. Таңертеңнен бір сұлу қыз суға келеді. Суға келеді. Суға келеді. Міне, мына жерден су алайын деп жатырмын. Қыздарға картошка жуғанға. Қалай бұрайды екен нана. Ойбай, бісмілля. Осылай екен, жайлап. Қатты ағызбай, қатты су ақпайды екен. Или мен жасай алмай тұрмын дұрыстап. Мынау енді қашан бітеді мынау. О! Қаттырақ ағызуға болады екен ғой. Не деген әдемі табиғат мынау, не деген әдемілік, ашық аспан. Ал достар, мәналар музыка қосып жүрді. Жеміс жидектерді, осы қияр помидорларды жуып жатырмын. Бұйырса салат істейміз. Мәна, черешня мен клубниканы қарасай. Мені жеше деп тұр ма? Иә. Күшті. Атмосфераны айтсайшы сен. Бізде Меруерт салат жасап жатыр. Қияр помидорды турап. Олжан мен Диана бүгін бізде тамақ істейді. Мінекей, овощтардың бәрі аршылып тұр. Көкөністер. Етті салып қойды.
Мен ал Диананың тамағы. Қазір зелень қалды, зелень. қақпағын жауып, бұйырса пісіруге жібереміз. 3 сағат пісе ма? Бұйырса 2,5, 3. Біреулер бүтіндей былай қоя салады ғой. Нені ше? Ол да күшті болады. Дәм шығады да. Достар, өмірімде бірінші рет самаурын қайнатайын деп жатырмын. Білмеймін, қазір енді жағып көреміз. Мынау қағазым дайын. Міне самаурыным. Ең алдымен суын құямыз. Ішін бірінші шайып тазалап алдым. Ішін бір шайқап. Өмірінде бірде-бір рет самаурын жақ көрмеген адам бірінші рет самаурын жаққан кезде осылай болады екен. Ең алдымен қағаздардың барлығын астына салып жібердім. Қазір тұтатам ғой астындағы тесіктерінен деп тұрсам, қайдағы ол жерден тұтанбай. Сөйтіп мына жерде біраз әуреленгенім бар. Мына самаурын жанбай жатқандықтан жоғары жағына, яғни бетіне қағазды қойып, оны қайта-қайта тұтандырдым. Сөйтсем әлі тұтанбайды ғой. Әбден әуреге түсіп болғаннан кейін YouTube деген братишкадан қарай салу керек деп соңынан есіме түскен ғой. Мен өмірімде самаурын жақып көрмегеннен кейін жаңа мынандай тауып алдым. Енді ішіндегі ағаштарды алып тастаймыз. Ең бірінші қағаз жағып қыздырып алу керек екен ғой ішін. Жаңа сол YouTube'дан көріп алдым. Қазір мынаның бәрін шығарып тастаймын ішіндегіні. Сөйтіп қағазбен қыздырып, содан кейін барып саламыз. Жайлап. Нұрика бір сторис түсіріп алсаң, бәрін бірге салсаң. Опа! Кел, Нұрика қосыл. Давай. Мен қағып алдым ғой. Сен өлтіріп тастамасын бірінші. Орта мәшік ойнағанбыз. Мен деген біраз маған доп тегіз алмады ғана, біраз уақытқа дейін. Қатты ойнайды екенмін ғой. Шүкір. Қасында Нұрика өт, Нұрика енді кішкене қайта допты 2 рет қағып алдым ба мен? Сызды мен. Жаңа бір жаны бар. Қағылмаған еді. Артыр. Әлия, сен доп ұстағанша жаңа демалып жатыр. Соны айтам ғой. Сен енді қақсылақ тұрып аттың ғой. Тиді. Шық. Давай. Көрдің ба, тез істесең демалып алады. Әншісі тамақ жеп алақ. Тікелей эфирде тамақ салынып отыр десе. Мінекей, тамақ пісті біздің. Бұйырса бізге ас болсын. Көк жуаны турап бетіне себеміз қазір. Нұрика турайын деп жатыр. Ашем былай түсірші инстаграмға да. Ала беріңдер. Біз бұйырса тортпен шай ішеміз. Жоқ, тортымыз ағып кетті. Ала берейін ба, Меру? Цветің Бағана біз келгеннен кейін мына кісілер де келген. Сурет салып жатыр. Қазір сіздерге жақыннан көрсететін боламын. Мәссаған, не деген әдемілік. Берекесін берсін. Табысты болыңыз. Қандай күшті әдемі. Мына кісінің жұмысын көріп жіберейік. Вау. Мәссаған. Басқаша екен, иә? Не деген әдемілік. Вау. Осындай суретші кісілерді көріп қалдық. Осындай әдемі табиғатқа келіп сурет салып жатыр. Бізде Меруерт кішігірім ыдыстарды жуып жатыр. Молодец, Меруерт. Рахмет көңіліңе. Алла разы болсын, бақытты бол. Дұрыс қой, біраз не істеп жатқаны. Бізде қыздар қазан ошақтың астын қайта жағып, ыдыстарды жуып жатыр. Қазір мен шай ішіп көмектесем. Короче, басындағы кепканы шешші. Сосын осы есіктің, киіз үйдің есігінің алдына келіп тұра қалшы дейді ғой. Ана кісі мені салып жатыр суретте. Қызылдағы қыз деп мені. Так что мен ана кісінің картинкасында бармын. Міне ана кісі увеличить етін. Қандай күшті, иә. Біз қайтып бара жатырмыз. Нұрикамен бірге.
сағатта таксимен халық аренадан үй жаққа дейін келдім. 1,5 сағат таксидемі қыздармен әңгімелесіп сөйтіп келдік. Бірақ жаман қысылып кеттім ше, андай. Жүрегім айнып кетті да. Вот сол. Бүгінгі күніміз жақсы өтті. Бәрі күшті болды. Ұнаған болса, парақшама тіркеліп, мені қолдап қойыңыздар. Всем пока!